ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. محترم جماعة، Allah subhanahu wa ta'alaға сан-санақсыз мақтаулар, шүкірлер, хамды саналар болсын. Аллаху subhanahu wa ta'ala баршаларымызды мұсылмандардан қылып жаратқандығына және де баршамызды осындай қасиетті күндерде бірге намаз оқуды жазған Алла subhanahu wa ta'alaға шүкірлер айтайық. Баршамыздың арманымыз Алла subhanahu wa ta'аланың разылығын табу мұсылман болғаннан кейін. Үйімізден шыққан уақытымызда дәретімізді, ғұсылымызды алып, жақсы киімдерімізді киіп, Алланың разылығын табу мақсатынан үйінен шыққан әрбір пендеге Алла subhanahu wa ta'ala бір қадамына сауап жазған болса, екінші қадамына Алла тағала ол адамдардың күнәларын кешіреді. Демек, әрбіріміздің ойымыздағы, әрбіріміздің мақсатымыз бұл не? Яғни Алла subhanahu wa ta'аланың разылығын табу. Мінекей осындай қасиетті орындарға келіп, кімдерге де Алла subhanahu wa ta'ala насіп етеді. Байтулла Алланың үйінде баршамыз қатар тұрып, сап тізіп, жұма намаз оқуды Алла subhanahu wa ta'ala баршаларымызға нәсіп еткен болсын. Алла subhanahu wa ta'ala жасап атқан дуа тілектеріміз Алла тағала өзі қабыл етсін. Мұхтарам жамағат, мінекей алдағы келе жатқан бүгін 10 жұлдыз мамыр айының 10-ы, ертең Ережеп айының 1-ші күні. Алла subhanahu wa ta'ala біздерге әрбір сағатымызды, әрбір күнімізді, беріп жатқан әрбір айымызды, жылымызды Алла subhanahu wa ta'ala қасиеттеді. Өйткені сіздер мен біздер мұсылман адам болғаннан кейін, Алла subhanahu wa ta'ala иман келтіргеннен кейін, біз Алла subhanahu wa ta'аланың беріп атқан әрбір нығметіне шүкір айтуымыз керек. Сіздер мен біздерге Алла subhanahu wa ta'ala көп нығметтер берді. Біздерге Алла subhanahu wa ta'ala көз берді, құлақ берді еститін, мұрын берді, ауыз берді. Мінекей Алла subhanahu wa ta'ala осы адамның денесіндегі беріп атқан бүткіл нығметтерін санай берсек, дүние әлеміндегі беріп атқан нығметтерді санай берсек, біз санына жете алмаймыз. Бірақ осы қасиетті күндер деп айтылады. Бірақ Алла subhanahu wa ta'ala сіздер мен біздерге берген күндерінің барлығы қасиетті. Осы Алла subhanahu wa ta'ala алдағы келеткен Ережеп айында турасында, бүгін қасиетті айлардың атаулары турасында, және де алдағы келеткен Ережеп айының қасиет турасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келтірген хадистерден тоқтала кетсек, мұхтарам жамағат, аяттардан тоқтала кетсек. Алла subhanahu wa ta'ala Тауба сүресінің 36-шы аятында, расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқан Аллахтың кітабында айлардың саны 12 деп айтты дейді. Бұлардың 4-еуі құрметті айлар, міне осы айлардың, міне осы берік құрметті айлар, міне осы беріктін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы қоштасу қажылығында, ташрик күндерінің ортасында, Минада айтқан құтпасында осы айлар жөнінде айтты дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір жылда 12 ай бар, бұлардың 4-еуі харам айлар, 3-еуі қатар келген Зүлқаада, Зүлхиджа және Мухаррам, 4-шісі, яғни бұл Муъдар, яғни Режеп айы дейді. Арабтар ерте замандардан бері айларды қамыр айлары ретінде таныған. Өйткені Ибрахим мен Исмаил алейхиссаламнан келатқан, яғни бұл аяттарын әрбір айдың туылуымен есептелген. Яғни осы айларда соғысқа тыйым салудың себебі осы айларға құрмет көрсетіп өтеді. Яғни осы Режеп айында соғысуды мұсылмандар жөн көрмейтін еді. Осы айларда бір-бірлерімен соғыспай ғибадаттармен айналысатын деп айтты дейді.
бұл айларға құрмет ететін соншалықты, әкесін өлтірген адамды да көрсе оған қол жұмсамайтын деп айтады. Аллах Тағала осы харам айларды күнә істерге және қан төгіске тыйым салды. Әрине Аллах Тағаланың тыйымдарының негізінде бүкіл уақытқа арналған. Бірақ басқа айларға қарағанда осы айларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше атап өтетін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ережеп айының екі түрлі қолды, екі атты қолданылғаны баршамызға мәлім. Солардың бірі Муъдар деп айтса, яғни бұл айға көрсететін құрметті үшін атаған Муъдар деп. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның уақыты Жұмазил ахир мен Шабан айларының арасында деп белгілеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жыл мен айды есептеуде адамдардың қателесік жасамауына жол бермеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай атады. Және де Ережеп айы келген кезде найзалар төмен түсірілетін еді, соғыстар тоқтатылатын еді, қылыштар қынына салынып, бір белгілі уақыт арасында тату тәтті өмір сүретін еді дейді мұсылмандар. Әрине мұсылмандар үшін исламның өзі бейбітшіліктің, ұрыс жанжал, фитна деген нәрсені мұсылмандар қалаған емес, бірақ осы айда ерекше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам атап өтіп кеткен. Ибн Анбариден келген ұраятта бірде арабтар бір-бірлерімен соғысып жатқан кезде Ережеп айы келді дейді. Ережеп айы туған мезетте қылыш найзалар тасталынды, ұрыс майданнан барлығы кетті дейді. Сол уақыттан бастап не қылыштың, не найзаның дауыстары естілмеді дейді. Егер біреу өзінің әкесін өлтірген адамды іздеп жүріп, осы айда оны жолтырып қалатын болса, қылмыскерді көрмегендей болып, ол адамның қасынан өтіп шыға келетін. Ережеп айына тағы да басқа есімдер аталып кеткен, олардың басқа да есімдері бар. Ережеп айының бұлардың кейбіреулері, яғни Шахрил Муъдар, Шахруллахил Асмам, Мунсулул Асина, Шахрул Мутаххар, Шахри Сабиқ, Фард, Шахруллахил Асаб деп атаған екен. Осы Ережеп айының бірнеше есімдерімен аталған. Мұхтарам жамаат, Алла қаласа алдағы уақытта біздерге қасиетті Рамазан айы да келе жатыр. Өздеріңіз білесіз, ораза Рамазан айында ораза ұстаған әрбір пендесіне Алла субханала тағаланың беретін сыйы көп. Яғни әрбір ораза ұстаған пендеге Алла субханала тағала оның сауабын ақыретте өзім берем деді. Өйткені Рамазан айында ораза ұстаудың сауабын өздеріңіз білесіздер. Соның арасында Алла субханала тағала «Хаза шахрун аувалуху рахма, ва аусатухум мағфира, ва ахирухум айтқым минан нар». Алғашқы айы Алла субханала тағаланың рахмет күні, 10 күнінде. Өздерінің пенделерін Алла субханала тағаланың рахметі жауады. Ва аусатухум мағфира, ортаңғы 10 күнде Алла тағала сол пенделердің күнәларын кешіреді. Ва ахирухум айтқым минан нар, ақырғы 10 күнінде Алла субханала тағала ол пенделердің күнәларын кешіреді. Және де тозақтан сақтайды. Айтқым минан нар, тозақ отынан сақтайды. Мінекей осы Ережеп айында да ораза ұстаудың артықшылықтары бар. Абдулла ибн Зубайрдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келтірген бір кісі осы айда, Ережеп айында бір кісінің мұқтаждығын өтесе дейді. Біз дайым, яғни сауап іздеуге әрекет жасаймыз. Сол сауаптың ертең ақыретте мол болуын қалаймыз. Енді осы нәрсеге бір көңіл бөле кетейік. Егер осы айда дейді бір кісі бір кісінің мұқтаждығын өтесе дейді, көмектессе, Алла субханала тағала қиямет күні оған Фирдаус жәннаттан көз жетер жеріне дейінгі ара қашықтықта Алла субханала тағала ол кісіге сарай тұрғызып береді деп айтады. Бұл айда Алла тағаланың сый құрметіне лайық болуды қалаған әрбір мұсылман осы жақсылық істеуге дайым талпыну керек. Мұса ибн Әмірден, Анас ибн Мәликтен естігенде бұлай деп баяндайды: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатта бір өзен бар деп айтады. Ол өзеннің аты Ережеп деп айтады. Ол сүттен ақ болады, балдан тәтті болады. Кім-де-кім Ережеп айында бір күн ораза тұтса, Алла субханала тағала ол кісіге сол өзеннің сусын нәсіп етеді деп айтады.
Және де Икрима ибн Аббастан рivayet етілген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, Ережеп Аллахтың айы деп айтты. Шабан менің айым деп айтты дейді. Рамазан үмметімнің айы деп айтты дейді. Біз жаңа айтып кеткендей Рамазан айының да қасиеті бар, өздеріңіз білесіздер. Осы 3 айды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы 3 айға ерекше тоқталып кетті. Және де Анас ибн Маликтен рivayet еткен хадистің жалғасында, ей Расулулла, Ережеп айының Шахруллах деп аталуының себебі не деп сұраған кезде, сонда Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, Ережеп Аллах Тағаланың күнәларды кешіретін ай деп айтты дейді. Аллах Тағала құзырындағы ең сүйікті ай, бұл айда ұрыс жанжал қан төгіс тоқтатылған, бұл айда Аллах Тағала пайғамбарларды тәуелерін қабыл алған, және де өзінің сүйікті құлдарын, әулиелерін дұшпандарынан қорғаған. Яғни бір кісі Ережеп айында ораза ұстаса, Алла субхану ва тағала о кісіге 3 жақсылыққа ие қылдырады деп айтты дейді. Яғни бірінші өткен күнәларды кешіреді деп айтты. Яғни өткен күнәларын кешіреді деп айтты дейді. Ең біріншісі. Екіншісі, қалған өмірінде түрлі теріс қылықтардан сақтайды дейді. Пенде болғаннан кейін жер басып жүргеннен күнәсіз адам болмайды. Біз періште емеспіз. Біз жер басып жүргеннен кейін әрбір пенде қателік жасайды, тілмен жасайды, қолмен жасайды. Бірақ сол қалған алдағы өмірінде Алла субхану ва тағала пендесін сондай жаман істерден сақтап тұрады. Алла субхану ва тағала қаламаған, Алла субхану ва тағала қайтарған, Алла субхану ва тағала жеп көрген жиіркенішті жаман амалдардан Алла субхану ва тағала өзі қорғап тұрады. Үшіншісі, қиямет күні Алла Тағала тарапынан сусындалады деп айтты дейді. Сол мезетте қарт кісі орнынан тұрып дейді, ей Аллах елшісі, мен Ережеп айлығының барлығында ораза ұстай алмаймын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ережеп айының басында, ортасында және аяғында ораза ұстауына болады деді. Және де Ережеп айының барлық күндерінде асында, ортасында, аяғында ұстаған оразаңыздың өзі осы Ережеп айының барлық күнде ораза ұсталғанмен бірдей болып есептеледі. Өйткені бір жақсылық 10 есеге еселенеді деп айтты дейді. Яғни бір жақсылық 10 есеге еселенеді деп айтты. Яғни біздерде осы Ережеп айының ішінде Рағайып түнде айтып кету керек, біздерге қасиетті тек қана қадыр түнде емес, Алла субхану ва тағаланың осы біздерде кейде шындығында ұмыт болып қалған, біздердің білмейтін күндеріміз, түндеріміз бар. Солардың ішінде, қасиетті күндердің ішінде осы айда ерекше атап өтетін осы 2 түн бар деді. Бұлардың бірі Рағайып түні болатын болса, енді бірі Миғраж түні деді. Әрбір мұсылманға білу шарт болған түндер. Яғни Миғраж сөзінің тілдік мағынасы, яғни көтерілу, биікке шығу, рухани дәреженің шыңына биіктеу деген. Бұл 2 дүние сұлтаны Алла субхану ва тағаланың шексіз құдіретін тамашалады. Оның құзырына көтерілген киелі сапар еді Миғраж түні. Әлем патшасы жаратушының рұқсатымен болған таңғажайып кездесу өтті дейді бұл Миғраж түні. Бұл түн мұсылмандарда, мемлекеттерінде, тіпті өздерімізде де қазір ерекше аталып өтілу керек осы түндеріміз құлшылықпен, ғибадатпен. Және де пайғамбарымыздың тарихына ерекше назар аударатын осы бір түннің жаратушының пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға берген сый еді дейді. Бір түн ішінде Алла Тағала сүйік пендесін, адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден Құдысқа, Құдыстан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам періштелердің жете алмаған мақамдарын Алла субхану ва тағала көтерді. Осы бүгінгі біз баяндап отырған Миғраж түні, осы Исра уақиғасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең үлкен мұғжизаларын бірі дейді.
Хижреттен 1 жыл бұрынғы бір түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Харам мешітіне, яғни Харам мешітінен Құдысқа, Аль-Ақса мешітіне барады. Осы аралықта сапарға Исра есімі берілді дейді. Бұл жайында Құранда Алла субхану ва тағала құлын, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, бір түн өзіне белгілегендерімізді көрсету үшін, өз белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітіне біз айналасына мүбәрак қылған Ақса мешітіне апарған Аллах тағала әр түрлі кемшіліктен пәк деп айтты дейді. Шексіз ол естуші, білуші деп Исра сүресінің алғашқы аятында Алла субхану ва тағала баяндап кетті. Осы Миғраж оқиғасынан біз Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен оқып үйренеміз. Оның Жәбірейілмен болған жолаушы сапарында көкке көтерілу сәтінде өзіне дейінгі пайғамбарлармен дидаразысқан турасында да біз баршамыз білеміз оны. Осы ереже байының Исра Миғраж түні, осы түнде пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Харам мешітінен Ақса мешітіне барған сәтте Исра жасап барған. Онда Миғражға 7 қатқа көтеріліп Алла тағаламен сөйлескен. Сол уақытта 5 уақыт намаз парыз болды. Ол баршамызға мәлім. Яғни әр үмметке осы оқылып жатқан 5 уақыт намазымыз 50 ракат болып бекітілген еді. Бірақ Алла субхану ва тағаланың қалауымен ол жаңа біз айтып өткен хадисте әр пайғамбарлармен кездесті. Ол пайғамбарлармен кездескен кезде бұл 50 ракат намаздың өзінің үмметіне ауыр болатын ескерілген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың хұзурына барып жеңілдік сұрағанда осы 2 ракат намазымыз біздің 5 уақыт намазымыз болды. Ал енді осы 5 уақыт намазымызды уақытында орындап құлшылық ибадат жасайтын болсақ, Алла қаласа бұл 5 уақыт намазымыз біздің сол 50 ракат намаздың 50 бас намаздың сауабымен бірдей болады. Яғни Исра және Миғраж ислам тарихында ең қиын ауыр кезеңде болған оқиға еді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басшылығында біраз мұсылмандар мүшриктерден, діннің дұшпандарынан зорлық зомбылық алған уақыттар еді. Алла жолында мұсылмандарды қайтару үшін жасаған әрекеттерден әбден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиналған еді бұл уақытта. Пайғамбарымызды олардан қорғап үлкен қамқоршысы болған, өзінің баласындай аялап асыраған атасы Абдумуталиб, ағасы Абу Талиб және сенімді жолдасы Жұбай Хадиша анамыздың дүниеден қайтқан шақ еді дейді осы уақыт. Алла субхану ва тағала пайғамбарымызды Исра және Миғраж оқиғасымен өзіне Алла тағала кереметтеді. Бұл оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін Алла тағала тарапынан берілген бір үлкен бір жұбаныш және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмітінің шамын қайтадан жаққан еді Алла субхану ва тағала. Осында қиыншылықтардан кейін. Осы түнде Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп: "Ей Мұхаммед, Алла субхану ва тағала ешкімге нәсіп етпеген шарапатты саған нәсіп етті. Сені құзырына шақырып жатыр" деп айтты дейді. Яғни осы Миғраж оқиғасының ұлықтылығы Алла субхану ва тағала шексіз ғаламды, ұшы қиырсыз ғарышты, көктегі аспан қабаттарын, пеш пен тозақты көруді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға нәсіп етті. Онда Алла субхану ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көптеген мұғжизаларды көрсетті. Бұл оқиғалардың растығын Исра сүресінде және Нәжім сүресінде бүтіндей пайғамбарлардың тарихында жалғыз болған теңдессіз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға берілген мұғжиза еді. Теңдессіз мұғжиза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Миғражға шыққандығынан қуаттай отырып, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адаспандығын, ол өзінше сөйлемегендігін, көрген білгеннің растығын айтатын, тіпті Жәбірейіл алейхиссаламды өз бейнесінде көргендігін серт беріп, әдетте Жәбірейілді барлық пайғамбарлар адам бейнесінде көргені баршамызға мәлім. Бірақ осы кеште бұдан да бір мәрте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жәбірейіл алейхиссаламды өз бейнесінде көргендігін айтады. Мұны Алла субхану ва тағала Құран Каримде растап,
Нәжім сүресінің 13-14 аяттарында арасында ол Жәбірейілді өз сүретінде екінші рет Сидрат-ул Мунтахада соңғы ағаш маңында көрді деп айтты дейді. Яғни пайғамбарларымызға, алдын келген пайғамбарларымызға уахи Жәбірейіл алейхиссалам арқылы жеткенді баршамызға мәлім. Алдындағы келген пайғамбарларға Жәбірейіл алейхиссалам адам кейпінде келген еді. Тек қана Миғраж түнін көру пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға нәсіп еткен болып болған болса, және де осы Жәбірейілді өз бейнесінде, яғни Алла субхану ва тағала пайғамбарымызды көруге нәсіп қылдырды. Өз бейнесінде көрген, яғни бұл біздің соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам еді. Мұндағы бетпе-бет сөйлесуден кейінгі ұлы ғарышта аспанның жоғары қабатында періштелер бір ауыздан Алла Тағаланың барлығын, бірлігін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алланың елшісіне екеніне куәлік береміз деп айтқаны ол баршамызға мәлім. Және осы Миғраж жүзінде ат-тахия дұғасы да Алла Тағалаға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Миғражда сөйлесуінен кейін келіп шыққан дұға еді дейді, осы ат-тахия дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Миғраж түні өзінің үмметіне дұға етіп жылады дейді. Өзіне ілескен барлық мұсылмандар үшін көп-көп дұғалар жастады дейді. Ғапу сұрады дейді. Алладан үмметтері үшін Миғражды сұрады дейді. Ей Тәңірім, Миғраж мұғжизасымен мені нығметтедің, үмметім үшін де осындай бір нығмет тілеймін дегенде Алла субхану ва тағала айтты дейді. Хақ Тағала намаз мүміндердің Миғражы деп айтты дейді. Яғни намаз мүміндердің Миғражы. Неге біз намазды айтамыз? Өйткені сен мұсылмансың ба деген кезде біз альхамдулилля мұсылманбыз дейміз. Енді осы мұсылмандығын қандай дәлел келтіресің деген кезде ла илаха иллалла ва анна Мұхаммад расулулла деп айтамыз. Бір Алла Тағаладан басқа сүйінуға лайықты зат жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі дейміз. Енді Алла субхану ва тағаланың барлығын бірлігін мойындап тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі екенін біліп тұрып, біз Алла Тағала бұйырмаған амрларды қалай орындамасқа? Кейде осы намаздың айтып келген кезде мұсылмандар мен кәфірлердің арасын айырып тұратын нәрсе намаз деп те айтылып кетті. Бұл сөзді қалай түсінеміз? Алла Тағалаға иман келтірген, Алла субхану ва тағалаға шын сенген адам 5 уақыт намаз оқиды. Мінеке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, дұға қылғанда бұл Миғражды нәсіп ет деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Хақ Тағала не деп айтты? Намаз мүміндердің Миғражы деді. Алла субхану ва тағала сіздер мен біздерге парыз еткен амалдарды орындайық. Алла субхану ва тағала сіздерден біздерді не нәрседен қайтарған болса, сол нәрселерді орындауға әрекет жасайық. Өйткені тек қана тілмен ғана айтып қойып, амалда жасай алмасақ, біздің мұсылмандығымыз көрінбейді, мұхтарым жамағат. Ата-бабаларымыз айтқандай, мұсылман болу әсте-әсте дейді, бірақ әсте-әсте деп уақытымызды өткізіп алмайық. Алла субхану ва тағала бізге өмір берген екен, ғұмыр берген екен, нығметтер беріп жатыр шексіз. Бізге әлі алдымызда қанша өміріміз қалған бір Алла субхану ва тағала аян. Бірақ қабірге барған уақытында сіздермен біздерден бірінші сұралатын, сіздің қанша дүние жинағыңызды сұрамайды Алла субхану ва тағала. Сіздердің қандай қызмет жасағаныңызды сұрамайды, қанша бала болғаныңызды сұрамайды. Сіздерден ең бірінші сұралатын нәрсе ол 5 уақыт намаз. Алла субхану ва тағала сіздермен біздерді осы өзінің сүйген құлдарының қатарынан қылсын. 5 уақыт намазды үзбеуді, Алла Тағаланың құлшылықтарын орындауды баршамызға Алла субхану ва тағала нәсіп етсін. Қасиетті жұма күні мұбарак болсын, мұхтарам жамағат.